Ne sizlerге балалар? Саламатсыз. Балалар, мен сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Өздеріңізді таныстырып өтіңіздерші, балалар, достар. Менің атым Еслім. Менің атым Айназ. Өте жақсы. Сәлем деп қоямыз. Өте тамаша, рахмет. Ал ендеше, балалар, біздер бүгін зерттеу алаңында отырмыз. Зерттеу жұмыстарымен жұмыстанамыз. Ең бірінші зерттеу жұмысын бастамас бұрын, балалар, біз қауіпсіздік ережелерін міндетті түрде есте сақтауымыз керек, жақсы ма? Ол үшін біздер, мысалы, менің қолымда пышақ тұр. Бұл пышақты үлкендердің көмегінсіз ұстауға болмайды. Сосын ащы сусындарды ауызға салуға болмайды. Мына түрлі түсті бояғыштарды дәмін татуға және иіскеуге, қолмен ұстауға үлкендердің рұқсатынсыз болмайды. Зерттеу барысында балалар міндетті түрде қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз және арнайы киімдерді киіп алуымыз қажет. Жақсы ма балалар? Өте жақсы. Ендеше бүгінгі тамаша зерттеу жұмысымызды бастаймыз. Яғни балалар, қараңыз, біздің қолымызда не бар? Лимон. Өте дұрыс айтасыңдар. Лимон бар. Лимонның түсі қандай болады екен? Сары. Тамаша сары. Ал пішіні қандай болады еді? Сопақша. Өте дұрыс айтасыңдар, рахмет. Ендеше балалар, қараңыздар. Бүгінгі біздер тәжірибені осы лимонмен жасаймыз. Жақсы ма? Енді біздер бүгін зерттеу жұмыстарына қажетті құралдармен таныстырып өтейін. Бірінші бізге Лимон. дұрыс айтасыңдар, лимон. Одан кейін қасық, дұрыс, бос ыдыстар. Сосын бұл не? Бояғыш, ас үйде қолданатын бояғыш және лимонның шырынын шығаратын құрылғы қажет. Одан кейін бұл не? Ас содасы. Ас содасы. Міне осындай қажетті құралдар арқылы бүгін біздер тәжірибе жасап лимонды зерттейміз. Жақсы ма балалар? Ал бастаймыз ба? Ендеше бірінші лимонды аламыз қолымызға, сосын дөңгелетеміз, алақанымызға салып дөңгелетіп жұмсартып аламыз. Үлкендердің яғни көмегіменен лимонды ортасынан екіге бөлеміз. Бірінші Ислам сенен бастайын. Исламның лимонын алып, қасының жартысын кесіп, екіге бөліп аламыз. Құруға ал. Мен өзім Шырын. Какой сценарий? Өте жақсы. Аламыз, қасығымызды аламыз, сосын бос стаканымызды аламыз, шыныға қосылсын. Бір қасық соданы сол стаканға саламыз. Бір қасық толтырып саласыңыз. Егі бояғышты ас содасына қосамыз. Қостым апай. Бояғышты араластырып алайық. Ас содасына бояғышты қосып, міне түстерге енгізіп алды. Тәжірибе жасап біздер балалар жанартаудың бейнесін көрсетуіміз керек балаларға, жақсы ма? Мына қолымыздағы лимонды алып, бос стаканның үстіне қояйық. Осылай қояйық. Айназ, мына стаканды аласың, лимонды үстіне қоясың. Жаймен қояқ, өте жақсы. Енді балалар қараңыз, қасықпенен бояған ас содамызды лимонның ішіне саламыз, толтырып. Асықпаймыз балалар? Саған кезде өте мұқият болуымыз керек балалар. Сақтанып отыруымыз керек. Лимон арқылы тәжірибе жасап, ас содасымен көпіршіктер алғырып, қазір біз жанартауды бейнелейтін боламыз. Ал енді балалар жұмысымыз таяп келе жатыр. Қолымызға лимон қышқылын алған, қышқылды жаймен жақындатып асықпай қоямыз. Біздерде сонда жанартау көпіршіктері көпір пайда болу керек балалар. Қалай балалар? Вау! Неткен әдемі көрініс балалар, қараңыздар. Ұқсады ма жанартауға? Иә. Өте тамаша. Көпіршік